Жүректің тоқтап қалуына әкелетін 11 себеп. Ең алдымен кеуде тұсындағы жайсыздық. Беделді медициналық ресурстың сарапшылары бұл белгіні жүрек проблемасындағы ең кең таралған түр деп санайды. Бұл жайсыздықты дәлме-дәл сипаттап беру мүмкін емес. Кейбіреулер жеңіл ауырсынуды сезінсе, біреулерде қысым көтеріліп, демігу болады. Ал басқалары барлық денесі дызылдап кететінін айтады. Егер жиі-жиі кеуде тұсыңыз ілгерідегідей белгі беріп, мазаңызды ала берсе, тез арада терапевтке қаралғаныңыз немесе электрокардиограмма мен жүректің ультрадыбыстық зерттеу әдісіне жолдама алған дұрыс. Буындардағы дерт, қанмен қамтамасыз ететін басты орган немесе жүрек ұстамасы дәл осылай өзі жайында хабар береді. Егер ауырлық 1 минуттан артық созылса және қаттырақ жаныңызға батса, жылдам жедел жәрдем қызметін шақыртыңыз. Сонымен қатар сізге ұсынар жақсы жаңалығымыз да бар. Кеудедегі ауырлықтың 80-90% жүрекпен байланысы жоқ. Десе де оның себебін білу мақсатында дәрігерге қаралған абзал. Екіншісі тәбеттің жоғалып, жүрек айнып асқазанның қатты ауыруы. Әлбетте, асқазандағы бұзылыс жүрекке қатысы жоқ. Бірнеше факторлардан туындауы мүмкін. Алайда ас қорытудағы қиындықтардың астарында басқа себеп жатуы мүмкін. Мәселен, ас қорыту жүйесіне аз мөлшерде қан жеткізілу. Ал қан айналымдағы пайда болған мұндай әлсіздік жүректің дұрыс жұмыс жасамауынан екені анық. Егер себепсізден себепсіз жүрегіңіз айныса, көкірек тұсында жайсыздық туындап, осы айтқан басқа да белгілер байқалса, терапевтке барыңыз. Өз уақытында жасалған тексерістің қаншалықты пайдалы екенін ұмытпаңыз. Үшіншісі, сол қолға берілетін ауырсыну. Жүректен тарайтын жүйке мен сол қолдан келіп жеткен жүйке мидың бір бөлігіне сигнал береді. Нәтижесінде ми, жүрек немесе қолдың қайсысы ауырып жатқанын әрқашан дұрыс түсінбеуі мүмкін. Егер сіз сол қолыңызды жаттығу барысында ауыртып алсаңыз, бір жерге соғып немесе тіреу кезінде оқыс жағдайға тап болсаңыз, одан пайда болған ауру сезімін бірден-ақ аңғарар едіңіз. Бірақ ауырлық сезімі пайда болатындай себеп табылмаса, оның үстіне жаныңызға бататындай мазаңызды алса, бұл қауіптің бір нышаны. Дәрігерлер мұны инфаркттың классикалық симптомы деп атайды. Америка кардиологиялық ассоциациясы сол қолда күтпеген жерден пайда болған ауырлық көп уақытқа дейін басылмай, тіпті күшейе түскен жағдайда жедел жәрдем көмегіне жүгінуге кеңес береді. Төртіншісі, тістің немесе төменгі иектің ауруы. Ми тағы да бір дұрыс идентификация жасай алмайтындығына мысал ретінде жүрек пен тіс ауруын жатқызуға болады. Бақытымызға орай, тіс пен төменгі иектің ауруы кариес пен жақтың жылжып кетуінен немесе суық тигізуден туындайды. Алайда мұндай себептер болмай-ақ, тіс сырқырап мазаңыз алса, кардиологқа жүгініңіз. Шын мәнінде клиникалық тәжірибеде жүрек жұмысында бұзылыс болған көптеген адамдардың ауырсынуын басу үшін тістерін жұлып, дәрі-дәрмектер еккен оқиғалар жиі кездескен. Бесіншісі, бас айналу немесе соған ұқсас жағымсыз сезімдер. Кеңістікте бағдар жоғалтып алатындай күйге түсу. Ілгердегі себептер секілді әлсіздікке әкелетін де жағдаяттар жетерлік. Мәселен, тамақтанбағаныңызға біршама уақыт өтті, немесе ұзақ отырып, кереуеттен бірден тұрып кеттіңіз. Бірақ мұндай әлсіздікке жиі бой алдырсаңыз, медицина маманына жылдамырақ баруды ойлаңыз. Олардың айтуынша, жүректің миға қан жеткізу жұмысында ақаулықтар бар. Бұл жақындап келе жатқан инсульттен хабар беру мүмкін. Алтыншысы, ұдайы шаршау. Әлсіз жүрек толыққанды қан айналымымен қамтамасыз ете алмайды. Осының кесірінен біздің ағзамыз және тіндеріміз қажетті заттар мен оттектің жетіспеуінен қиындық көреді. Бұдан шығар жол ретінде организм қанды бірінші кезекте өте маңызды ағзаларға жүрек, ми, өкпеге жібереді де аяқ қолдарға көңіл бөлмейді. Ал бұдан не шығады? Сіз күнделікті қайталап жүрген іс-әрекеттерді жасау қиын бола бастайды. Мәселен, душ қабылдау, ыдыс-аяқ жуу, баспалдақ арқылы көтерілу, тіпті қалыпты демалғанның өзінде сергектікті сезінбей, саусақ ұшын қимылдатуға шамаңыз келмейді.
Егер осындай оқиға сізге таныс болса және бірнеше күннен бері қайталанып жүрсе, жүрек проблемасына ұрынбас үшін кардиологтың кеңесіне жүгініңіз. Жетіншісі, аяқтың домбығуы. Қан айналымдағы бұзылыстан лимфада зардап шегеді, яғни терідегі сұйықтықтың таралуы нашарлайды. Бұл әсіресе аяқтан көп байқалады. Терінің астына жинала берген сұйықтықтан аяқ домбығы пісініп кетеді. Аяғыңызда туындайтын осындай проблема жиі көрініс бере бастаса, терапевт пен кардиологтың алдынан өтіңіз. 8-шісі, көпке созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел тұмау тиюдің бір белгісі ретінде қарастырылады. Дегенмен 2-3 апта бұрын ол сырқаттың бетін қайтарып тастасаңыз да, жөтел әлі күнге дейін мазалап жүрсе, дәрігерге барыңыз. Ұзаққа созылған жөтел аллергия немесе бронхиттің белгісі болуы ықтимал. Кейде ол жүректің өкпедегі судың қайтуын қалыпты жүргізе алмай жатқанынан ақпарат береді. Жүрек жөтелінің белгісі ретінде қызғылт немесе ақшыл шырыштың бөлінуін айтуға болады. 9-шісі, орынсыз демігу, ентігу. Ентігу қандағы оттектің аздығын білдіретін бірінші белгі. Көбінесе оның себебі ретінде физикалық жүктеме айтылады. Бұлшықеттердің жұмыс атқаруына көп оттек қажет болғандықтан, оны қаннан сора бастайды. Мұны ретке келтіру үшін ми өкпенің тезірек демалуын талап етеді. Бұған артық салмақ пен отырып жұмыс істейтін орта, күйзеліс, сол сияқты қапырық жердің әсерін де қосып қойыңыз. Бірақ мұндай симптом жоғарыдай анық себептерсіз пайда болып, әлсіздікпен сабақтасып, кеуде тұсында ауырлық сезімдері болса, міндетті түрде кардиологқа жазылыңыз. Оттектің жетіспеуі қан айналымының нашарлап, жүрек жұмысында айтарлықтай проблема туындағанның белгісі екенін тағы да қайталаймыз. 10-шісі, қатты қорылдау. Ұйықтап жатқан адамның қорылы қалыпты жағдай ретінде қарастырылады. Ал егер сіздің қорылыңыз тым қатты шықса, бұл апнояның бір белгісі. Ұйқы кезіндегі дем алудың қысқа мерзімге тоқтап қалуы. Апноя жүрек қан-тамыр жүйесіне айтарлықтай зардабын тигізеді. Біріншіден, ол жүрек бұлшықеттерінің гипоксиясына ұшыратса, екіншіден гипертонияның, яғни қан қысымының көтерілу даму қаупына ықпал етеді. Бұдан адам ағзасының басты моторының жұмысына зақым келеді. Нәтижесінде жүрек қан-тамыр жүйесі кез келген уақытта күрт жұмысын тоқтатуы мүмкін. Сол себепті апнояны емдеу қажет. Қалай емдеуге болатынын дәрігерден сұраған жөн. 11-шісі, жүрек соғуының тұрақсыздығы және қатты дүрсілдеуі. Жүректің кеудеден шығып кетердей соғуын кез келген ғашық адам сезінген болар. Жалпы ол толқыныс пен қорқыныш кезінде немесе ауыр физикалық жүктеме сәтінде болса қалыпты. Алайда ешқандай себеп салдарсыз дүрсілдеп сіздің мазаңызды алса, сол секілді соғысы тұрақсыздығын байқасаңыз, бұл ол ағзада туындаған проблемадан хабардар етеді. Әрине, дәрігерге асығыңыз. Жүрекке аса сақ болған жөн. Дендеріңіз сау болсын.